Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте тамаша болып шығатын UPPI тортының цифра түрін, яғни сан түрін көрсеткім келіп отыр. Өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, дәл осы цифра тортты менімен бірге әзірлеңіздер. Ол үшін ең алдымен таза ыдысымызға сары майымызды салып, үстінен шоколадты бөліп салатын боламын. Мендегі шоколад, көріп тұрғандарыңыздай Қазақстан шоколады, кез келген тортқа немесе кондитерлік осындай өнімдерге арналған шоколадты қосуға болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызда. Дәл осылай шоколадты бөліп салып алғаннан кейін осы шоколад пен сары майды су моншасында водяной баняда толыққанды ергенше ертіп алатын боламыз. Дәл осылай араластыра отырып ерткен дұрыс болады. Және де осы ыдысымыздың түбі, асты суға тимей тұруын қадағалауларыңызды сұраймын. Шоколадты дәл осылай ертіп алғаннан кейін толыққанды суығанша қалдыратын боламын. Осы уақыт аралығында басқа ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып аламын. Және үстінен қантты қосып, миксердің көмегімен аппақ көпіршік түске енгенше, біздің массамыз 2 есеге ұлғайғанша жақсылап отырып араластыратын боламын. Дәл осылай көпіршік түске еніп араластырып алғаннан кейін үстінен суып тұрған шоколадымызды құйып, миксермен тағы да бір жақсылап отырып араластырып алатын боламын. Міндетті түрде шоколадты салқын күйінде қосуға кеңес беремін. Келесі кезекте құрғақ қоспаны дайындаймыз. Ол үшін ұнға разрыхлительді салдым, қопсытқыш және үстінен какао ұнтағын салып, қасықпен бір араластырып аламын. Араластырып алғаннан кейін осы құрғақ қоспамызды електің көзінен өткізе отырып, массамызға 2 немесе 3 бөлікке бөліп салатын боламын. Дәл осылай ұнды салып алғаннан кейін ең алдымен миксерді қоспай тұрып, миксермен жай ғана бір араластырып алып, содан кейін барып миксерімізбен араластыратын боламыз. Бұл біздің ұнымыздың жан-жаққа шашырауына жол бермейтін болады. Дәл осы реттілікпен қалған ұнымызды електің көзінен өткізе отырып, миксермен араластырып алатын боламын. Және дәл осылай шеттеріндегі ұндарды лопатканың көмегімен ортаға қарай түсіре отырып, миксермен жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз бір келкі болғаны дұрыс, ешқандай да түйіншектер қалмағаны дұрыс.
Осымен біздің қамырымыз дайын. Келесі кезекте біз цифрамызды дайындаймыз. Мен дәл осылай А4 парағына 2 санын салып қырқып алдым және үстінен пергамент қағазын қойып тұрып қамырымызды кондитерлік пакетімізге салып дайындап алатын боламын. Ең алдымен пакетіміздің ұшын кесіп алып, 2 санының шеттерін, жиектерін салып шығатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай. Келесі кезекте осы 2 санының ішін қалған қамырмен толтырып, сызып, немесе дәл осылай қамырды салып шығатын боламыз. Дәл осылай жұмыс жасау өте ыңғайлы екен. Дәл осылай жасап көріңіздер. Салып алғаннан кейін лопатканың көмегімен қамырымызды бір тегістеп жағып шығамыз. Осы аралықта пешті 200 градусқа алдын ала қыздырып алуға кеңес беремін. Және осы цифрамызды қызып тұрған пеште 200 градуста 4-5 минут уақыт аралығынан асырмай пісіріп алыңыздар. Дәл осылай пісіп шықты. Толыққанды осы цифрамызды суытып, содан кейін қағазын алып тастайтын боламыз. Және ары қарай суытуға қалдырамын. Менде дәл осындай 4 цифра пісіп шықты. Қалған артылған қамырдан дәл осындай кішкентай печеньелар пісіріп алатын боламын. Егер де сіздерде қамыр артылмаса, онда сіздер пісірмей қоюға да болады. Бұл әр ұнның массасына қарай, сол себепті артылмауы да мүмкін. Дәл осы реттілікпен печеньені пісіріп аламын. Келесі кезекте біз осы тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сливочный сырымызды таза ыдысымызға саламыз. Үстінен қантты қостым. Қанттың орнына қант ұнтағын қосуға да болады. Қант пен сливочный сырды бір келкі болғанша, түйіншектері кеткенше араластырып аламын. Келесі кезекте үстінен мұздай, яғни салқын сливкиді құятын боламыз. Мендегі сливки 33%, және де миксердің көмегімен бізге қажетті қоюлықтағы крем пайда болғанша шайқайтын боламыз. Осы арада ескеретін жағдай, барлық осы кремге қосатын өнімдеріміз холодильниктен алынған мұздай күйінде болғаны дұрыс. Сол кезде біздің креміміз дұрыс шығатын болады және ыдыс пен миксеріміз таза, майсыз болғаны дұрыс. Дәл осылай шайқайтын боламын. Біздің креміміз өз формасын ұстаған кезде крем біздің дайын деген сөз. Формасын ұстағанға дейін жақсылап отырып шайқап аламыз. Дәл осылай біздің креміміз дайын болды. Осы кремімізді лопатканың көмегімен жақсылап бір араластырып аламын. Кремді крем құятын қалташамызға жақсылап отырып салып аламыз. Және де Whippy Pie тортына арналған насадкамызды алдын ала салып алған болатынмын.
Арасындағы ауаны міндетті түрде шығарып алыңыздар, және де кремді екі санының бір шетінен бастап дәл осы реттілікпен құйып шығатын боламын. Келесі кезекте екінші цифрамызды қойып, дәл осы реттілікпен шеттерінің барлығына кремді салып шығатын боламын. Қалған кремді ортасына дәл осылай салып, қасықтың көмегімен жағып алатын боламыз. Дәл осылай үшінші цифрамызды да қойып, осы реттілікпен барлық цифраларымызды жинап алатын боламыз. Ең соңғы цифрамызды қойғаннан кейін қалған кремімізбен дәл осындай оюды шеттеріне де ортасына да салып алатын боламыз. Осымен біздің тортымыздың кремі аяқталады. Міндетті түрде ортасына да осы оюды салатын болсаңыздар, торт өте әдемі болып көрінетін болады. Артылған кремді дәл осы печеньеларымыздың ортасына аз-аздан салып, бір-бірімен жабыстырып алатын боламыз. Бұл печеньелар біздің тортымызды сәндеуге қажет болады. Дайын болған тортымызды әсемдеуге кірісеміз. Мен дәл осындай маршмеллоу және де мармелад тәттілермен сәндеп алатын боламын. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызда кез келген жемістермен сәндеп алуға болады.
торт қалай да сәндесеңіздер де өте әдемі болып шығады. Және сәндеп алғаннан кейін осы тортымызды бір түнге немесе кем дегенде 2 сағатқа пропиткаға, тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Сол кезде біздің тортымыз кремі тортқа сіңіп өте дәмді бола түседі. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын, пайдалы болды деген ойдамын. Достарыңызбен, таныстарыңызбен дәл осы видеомен бөлісе отырыңыздар. Менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кеттіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, сіздермен бірге керемет рецепттерде кездесетін боламыз. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы. Келесі рецептте кездескенше сау болыңыздар.